Қайырлы таң, достар, қалайсыздар? Вообще молодеспін ғой негізі. Өзімді мақтап қояйыншы, көз деген ісіп кеткен. Ровно 1 сутка 5 сағатта Астраханның таможнинан Қызылордаға жеттім. Түнде келдім, сағат 12-де. Шүкір Аллаға, еш жерге тоқтаған жоқпын. 1-2 сағат машинаның ішіне ұйықтап алдым. Всем доброе утро, ребята, как вы? Давно не было говорящей истории. Я приехала на работу, сейчас нужно быстро волосы уложить, потом у меня будет одна классная распаковка. Вот, я на работе. Бірақ не Қызылордаға жеткенше асықтым. Осы жерде бірақ демалайын дедім. Енді бүгін демалып ертең шығам ғой жолға десем, Алматыға мама сестрам спаға заказ беріпті. 2 күн демал, сосын 1-ші азанда шығасың дейді. 1-ші азанда Алматыға жолға шығамын. Менің оқырмандарым ішінен, менімен бірге жұмыстанатын әріптестерім, сіздерге үлкен рахмет. Жаңағы Уральскіге келіңіз, күтіп аламын, Нұргүл ханым. Көзімді ашаса болсын, әдемі болып отырмын. Айдана көзін ашса болсын. Алло. Ауырып отыр бізде. Өтірік алып отқан жоқ. Атыраудан Жамал ханым, Ақтөбеден қаншама қыздарым жазып жатыр. Келіңіз, қонақ болыңыз, бір күн қалыңыз, демалыңыз, шаршадыңыз, жолда жүрсіз деп. Сіздерге үлкен рахмет. Я бы с удовольствием просто прямо 6 ай болды ғой мен көрмегеніме бауырларымды, немеремді. Суббота почта до обеда берем. Күннен сәті қуатты болсын. Оған біраз тірлік бар. Түнгі 3-те ұйықтап, таңға 7-те тұрдым. Көңіл-күй қатты емес. Сол үшін нервыма тимеңдер. Қалжың, менде ондай жоқ. Қатты сағынып, асығып келе жатырмын. Сондықтан да Қазақстанға кіргеннен кейін білмеймін, бір күш пайда болды ма, в общем ұйқым келмеді ғой. Сестраларымда жездемде таң қалып жатыр, сен қалай Атыраудан осындай уақытта келіп тұрсың деп. Шүкір, Алланың қалауымен аман есен жетті қыздарыңыз. Түркиядан енді жолда болған қаншама оқиғалар болды, оны чуть позже бөлісемін сіздермен. Аман есен жеткенімді сіздерге айтайын дедім. Ал күндеріңіз сәттілікке, қуанышқа толы болсын.